Достар, сәлем. Бүгін сіздермен ерекше пицца жасайтын боламыз. Бұл пицца синабон деп айтылады. Бұл жерде бізге сырымызды және де колбасамызды осылай теркіден өткізіп аламыз. Одан кейін бізге кетчуп қажет болады. Кез келген кетчупты ала кетсеңіздер болады. Одан кейін бізге қатпарлы ашытылған қамыр қажет болады. Үстіне кетчупымызды әдемілеп жағып шығамыз. Үстіне колбаса мен сырымызды сеуіп шығамыз. Үстіне кез келген көкшөп қоссаңыз болады. Мен бұл жерде укроп кішкене қостым. Және де осылай әдемілеп орап шығатын боламыз. Содан кейін өзіңізге ыңғайлы қылып, домалақ пішінде осылай тура боламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын әдемілеп жағып шығамыз. Сосын мен әдемілік үшін мына жерде күнжіт септім. Қызып тұрған пешке 30-35 минутқа пісіретін боламыз. Міне біздің пицца синабон дайын. Дәмі өте керемет болып шығады. Мені қолдап жатқан әрбір жанға мың алғыс, сіздерге ас болсын.